Тірідей неге қасқырдың терісін алады екен? Себебі қасқырдың терісінен бөрік пен тон тігеді, өте жылы болады. Әсіресе солтүстік жақтарда таптырмас нәрсе. Қазақта қасқыр ішікті еркектер киеді, 40-тан асқанда. 40 келмеген жігіттерге кигізбейді. Неге? 40-қа дейін жастар қасқыр ішік, түлкі және басқа аңдардың терісінен жасалған тон, ішіктерді киюге болмайтын себебі ол жастардың дене қызуын алып қояды екен. Сондықтан аң терісінен тігілген ішік, тондарды дене қызуы қайтқан үлкен адамдар ғана киюге болады. Сонымен қатар жастарға ішікті кигізбеудің себебі бедеулікке әкеледі деп естігеніміз бар. Тағы бір себебі қасқыр терісінің ауыр энергетикасы бар. Оны жастар көтере алмайды, немесе мінезі күрт өзгеруі мүмкін деген ырым бар. Сонымен қатар тірідей алынған қасқырдың терісі өте жылтыр болады екен, ал өлген қасқырдың жүнінде ешқандай жылтыры болмайды. Ол өлген уақытта кетіп қалады екен. Бұл жөнінде Ақан сері романында керемет жазылған дейді. Неге тірідей сояды дегенде, бір аймаққа қайта-қайта шабуыл жасай берсе, ол жердің малшылары қасқырға ызаланып осындай амалға барған екен.